желісінде болатын алаяқ қылмыстардың бәрі осы екінші деңгейдегі банктермен байланысты. Тіке жанама емес, тіке байланысты болып отыр. Ол үлкен проблема. Мысалы біз осы 3 жылдық статистиканы алдық. 20-21 жылмен осы 22 жылдың 2 айының қорытындысымен интернет алаяқтық қылмыстары жылдан жылға өсіп келе жатыр. Статистикаға сәйкес 20 жылы 225 қылмыс тіркелсе интернет мошенничество бойынша, 21 жылы 474 қылмыс, яғни 20 мен 21-дің айырмашылығы 110%-ға өсіп отыр. 110-да 7%-ға интернет алаяқтары. Ол қылмысты тергеп тексеру барысында, яғни жеке тұлғалардың кіріс шығыс аударымдарын, банк картасы кімнің атына тіркелгені, сонымен қатар банкоматтардағы және айналасындағы фото бейне жазбаларда прокурормен санкцияланған сұрауларға кейбір банктердің толық мәліметтер бермейді. Және ал кейбір жағдайда сұраулар мүлдем қабылданбайды. Дұрыс бағытта дұрыс шешім қабылдау үшін осы жерде жиналып отырмыз.